Әлеуметтік желілердегі диффамациялық қайшылықтарды шешудің 3 әдісі. Сізбен бірге адвокат Тайыр Насханов. Диффамация терміні біздің сөйлеу тілімізге батыс Еуропадан келді. Біздің заңымызда бұл сөздің анықтамасы жоқ екеніне қарамастан, бұл жалпы өсек, жала, қорлау дегенді білдіреді. Англияда жала жабу туралы сот ісі базарлар, алаңдар және газет беттері болған кезде де болған. Қазір интернеттің дамуымен жала жабу қақтығысы басқа адамның ар-намысына, қадір қасиетіне және іскерлік беделіне кез келген құқығын бұзу деп аталады. Қазір адамдар әлеуметтік желілерге отырғанда олардың сыни ойлау деңгейі төмен. Агрессиясы өте жоғары болады. Мысал ретінде алысқа барудың қажеті жоқ. Билл Гейтс, вакцинация туралы дау-дамайлар, басқа да маңызды тақырыптар желілерде шиеленіске әкеліп соқтырды. Сонымен бірге комментаторлар бір-біріне дөрекі эпитеттерді де тез таңдайды. Алайда бір адамның сөз бостандығы басқа адамның бостандығы шекарасынан басталатындығын ұмытпау керек. Сондықтан, егер сіз әдепсіздік танытып, боғауызды сөздер айтатын болсаңыз, немесе біреу туралы жалған ақпарат айтсаңыз, онда бұл әрекеттер заң тұрғысынан жазаланбайды деген ойдан аулақ болыңыз. Себебі әлеуметтік желілерде ар-намысты, қадір қасиеті және іскерлік беделді қорғаудың 3 әдісі бар. Біріншісі, егер сізді қорлаған болса, жеке айыптау үшін сотқа жүгініңіз. Қорлау қылмыстық кодекске сәйкес адамның ар-намысы мен қадір қасиетін қорлау ұятсыз түрде көрініс табады. Екіншісі, егер сізге жала жабылса, полицияға хабарласыңыз. Жала жабу бөтен адамның ар-намысы мен қадір қасиетіне немесе оның беделіне нұқсан келтіретін жалған ақпарат тарату. 2020 жылдың маусымынан бастап бұл құрам қылмыстық кодекстен әкімшілік кодексіне көшті. Үшіншісі, ар-намыс, қадір қасиет және іскерлік беделді қорғау туралы талап. Осы әдістердің ішінен үшіншісі тиімді болып табылады. Өйткені, жеке айыптау істерінде сіз қылмыскердің кінәсінің барлық дәлелдерін өзіңіз жинауыңыз керек. Сот тәжірибесі бойынша қорлау істерінің 50%-дан астамы ақталуымен аяқталады. Жала жабу туралы істерге келер болсақ, бұл практикада әлі жоқ. Жәбірленушіге жағымды бола ма, жоқ па белгісіз. Бірақ қылмыстық кодексте жала жабу болған кезде ақтау пайызы мысалы 2019 жылы 94,4%-ды құрады. Сондықтан жала жапқандарды жазалаудың ешқандай мүмкіндігі болған жоқ. Бірақ азаматтық істерде жеңіске жету мүмкіндігі бар. Талапкерден жала жабу ақпаратын таратуды дәлелдеу үшін ғана талап етіледі. Бірақ олар шындыққа сәйкес келе ме, жоқ па жауап беруші дәлелдейді. Сіз сонымен қатар моральдық зиянды сот арқылы сұрай аласыз. Өткен жылы осы санаттағы соттар 385 азаматтық істі қарады. 142 талап арыз қанағаттандырылды. Сондықтан ренжіткен адамдарға жол бермеңіз. Еркін интернет жазушыларын жауапкершілікке тарту үшін заңды құралдарды пайдаланыңыз. Сонымен қатар, әлеуметтік желілерде жазатын ой пікірлеріңізге мұқият болып, эмоцияларға берілмеңіз. Егер осы видео сізге ұнаса, лайк қойыңыз, менің YouTube каналыма жазылыңыз. Сізбен бірге адвокат Тайыр Насханов болды.